Дала бұл жай сөз емес, бұл тарихтың тынысы және мәңгілік рух. Осы кітап мені басқа әлемге алып кетті. Бұл дала дыбыссыз, бірақ әр бөлшегі тарихтан сыр шертеді. Бұл жер еркін халық тұрған жер еді. Кел, асық ойнаймыз. Кел, мен де қосылам. Бірақ бір сәтте бәрі өзгерді. Бұл ақтабан шұбырынды, қазақтардың қаралы кезеңі. Аштық. Балам, қиын кезеңде біз бірге боламыз. Анаш. Дала жетімсіреп қалды. Бірақ даладай халық иілсе де сынбады. Жер үшін жан бергендер, ат үстінде өмір сүргендер, бүгінгі біз үшін күрескендер. Ендеше, олардың үміті ақталды ма екен? Бұл дала батырлық пен төзімнің мекені. Дала үнсіз, бірақ тарихқа толы. Ильяс Жансүгіровтің «Дала» поэмасы туған жердің кеңдігін ғана емес, сол мекенде өмір сүрген халықтың тағдырын, рухын бейнелейтін шығарма. Осы парақтар арқылы оның үні бізге қайта жетіп, өткен мен бүгінді жалғайды. Дала рухын жүрекке жеткізіп, ойға терең із қалдырады. Бұл жай ғана дала емес, бұл тіршілік, тағдыр және тарих. Әр жолында ұлттың рухы бар. Ильяс Жансүгіровтің «Дала» поэмасын оқуға шақырамын. Дала үнсіз емес, тек жүрекпен тыңдай біл.